Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін тары қосылған пирогтың рецебімен бөлісетін боламын. Ол үшін алдымен 100 грамм жұмсақ сары майға 50 грамм қант, бір жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді 200 грамм ұнға 1 шай қасық қамыр қопсытқышты қосып, қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр илейміз. Оның барлығын бірден қосып жібермейміз, екіге бөліп саламыз. Енді салмасын әзірлейміз. Ол үшін 50 грамм тарыға 40 грамм сүтті қойып, микроволновкаға салып ысытып аламыз. Және 300 грамм қаймаққа 2 жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Одан соң 100 грамм қантты салып, және 40 грамм сгущенка құйып, тағы да араластырамыз. Дайын болғасын 2 ас қасық кукурузный крахмалды, жаңағы тарыны салып, барлығын жақсылап араластырып, салмасын құйып, 170-180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Назарларыңызға рахмет.